Иә, президент Астана атауын ауыстыруға жарлыққа қол қойды. Ал қаланың аты өзгергенмен халықтың жағдайы өзгере ме? Халықтың жағдайы ол қиын айтуға. Шын айту. Астана болған дұрыс еді. Дұрыс. Мұны Астана деген бұрыннан келеткен нәрсе ғой. Бәрі адамның аузына да жақсы айтуға Астана. Нұр Сұлтан деген өзі жазуға да. Мұны бір жағынан қарап отыр, Астананы не надо было ауыстыруға кезінде. Солай қалу керек еді Астана. Енді білмесем оны. Нұрсұлтанның істеген қаламаймын. Нұрсұлтан деген не ол? Нұрсұлтан деген вообще бір қате қойылған шаруа болды. Қате асығыс қабылданған шешім болды негізінде. Ваше мнение? Мне больше кажется, все будет нормально. Мне нравится Астана. Астана дұрыс та. Енді жұрттың бәрі енді Нұрсұлтан болғаннан кейін ол кісі тірі ғой. Оған не үшін жаңағы мынау ескерткіш орнатып жатыр? Ничего не изменится. Просто изменять на Нур-Султан это было очень глупо. Еще сам тот же президент, он был против, и не нужно было изменять. Было уже понятно, что назад в Астану изменится. Я об этом раньше думал, что нужно вернуть старое название. Мне больше старое название нравилось. И хорошо, что оно вернулось. Маған как-то бәрібір, что Нур-Султан болды, что Астана болды. Мен ойлаймын, халықтың жағдайы бәрі жақсы секілді былай қарағанда. Астана. Однозначно. Я всегда была против, и большинство, по-моему, было за то, чтобы все-таки осталась Астана. И А почему пусть будет. Не знаю, я считаю, что неправильно при жизни человека называть Нур-Султан, ставить памятники. Очень много было названий назарбаевских присвоено. Так что весь народ, практически 90%, по-моему, были против названия Нур-Султан. И сейчас вот восстановлена историческая справедливость, и я очень рада этому. Астананы бұрынға қайта оралғанға қалаймын солай. По сути, значит, лучше, чем Нур-Султан, все равно что-то получше можно было. Подходит просто Астана, Нур-Султан что-то как-то не очень. Не знаю, что изменится, но очень приятно, что у нас Астана вновь. Меніңше өзгеру керек. Жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Енді мына саяси жүйе өзгереді деп жатыр. Сондықтан күтеміз. Нельзя просто так менять название города в угоду одному человеку просто-напросто. Если бы это было, на мой взгляд, это было предвзято сделано не по инициативе самого народа. Если бы это шло от народа, тогда бы да. А я считаю, что это не шло от народа. Вы уж привыкли же с детства так же. Так привыкли, Нур-Султан нет, непривычно. Разницы, мне кажется, нет особой, но со сменой, например, президента в лучшую сторону начал меняться Казахстан. И Астана в частности. Только потратиться, наверное, деньги на переименование и все. Астана, я всегда себе говорила Астана. Астана намного лучше звучит. Вот что Нур-Султан, что Астана. Конечно, Астана получше будет, потому что, все любят старое название. Но я думаю, для того, чтобы халықтың жағдайы осылға, нужно чуть что-то посерьезнее делать, чем менять название столицы. Біздің бұрынғы болған патшамыз енді, Нұр-Сұлтанымыз айтып отқан, осы қаланың егесі. Ол кісі халыққа жамандық жасады деп айтпаймын. Бірақ халық нашар өмір сүрді. Жетіспеушілік болды. Халықтың жағдайын мен айта алмаймын. Қиын халыққа. Прямо айтып, қазірдің өзінде де қиын болып барады. Бәрі қымбатшылық, өздеріңіз білесіздер. Енді білмеймін, мұнда президентіміз айтып жатыр, бәрі жақсы болады деп көреміз. Алла амандық болса. Я думаю, ничего не поменяется. Название это название. Благосостояние жителей также останется, зависит все от правительства. Меніңше Астананың, Нұр-Сұлтанның атауы өзгергенмен халықтың жағдайы өзгермейді. Себебі ол баяғыдан бері қалыптасқан дүние, ол сол күйінде қалады. Халықтың жағдайы жаймен дұрысталмаса, ол Астана, Нұр-Сұлтанның аты өзгергенге ол халықтың жағдайы түзеле кетпейді.